Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда қыркүйек айында туылғандар туралы айтатын боламын. Қыркүйек бұл тәртіпті, мейірімді және ғажап мінезді әйелдер айы. Олар ешқашан сатқындықты кешірмейді. Егер жанын жараласаңыз, кек алмайынша іштегі оты басылмайды. Мұндай жандар ұзақ қарым-қатынас құруға тырысады. Сонымен қатар, өмірлік серігіне қояр талаптары да жоғары. Тек лайықты жан ғана жанында, жүрегінен де мәңгіге орын ала алады. Сонымен қатар, қызуқанды, жанжалға жақын, әсершіл, үнемі алдына мақсат қойып, соған жету жолын ойланумен жүреді. Сыйлық бергенді ұнатады, бірақ ақшаны үнемдеп жаратады. Өзін өзі жақсы көреді, есепке өте жүйрік. Әйелдер күйеуінен көрі өзінің жайын көп ойлайды. Тәуелсіздікті жақсы көреді, шыдамсыз. Ұйқыны тәуір көргендіктен жұмысқа жиі кешігеді. Үй шаруашылығына пысық, тамақты дәмді әзірлейді. Үйді айнадай таза ұстайды. Ал ерлері қызғаншақтарды жек көре тұра, өздері өте қызғаншақ келеді. Көрсе құмар, бірақ жар таңдау жолында өте сақ. Өзінің рұқсатынсыз ақшаны жаратқан әйеліне ренжісе де, қомақты қаржыны өзі құмар ойындарға жұмсағанына өкінбейді. Қарызға ақша беруі қиын. Жақсы жағдайда өмір сүргенді ұнатады. Құрметті оқырмандар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Достарыңызға тарата отырыңыз.